Баршаңызға қайырлы күн достар. Білесіздер ма, мен тұшпараны бірінші рет мантоваркаде осылай пісіріп көрдім. Біз алдындары енді сорпамен ішетін едік, сорпаға салып. Бұл бірінші рет болды және осы рецепті арқылы полуфабрикат ретінде морозильникке сақтауға болады екен. Енді қамырынан істейтін болсақ, әуелі ұнды електен өткізіп аламыз, кішкене ортасын ашып, осы жерге бір жұмыртқа және толтырылған бір ас қасық тұз салыңыз және 2 немесе 3 ас қасықтай сұйық май немесе кәдімгі сармайды ерітіп қоссаңыздар да болады. Енді қызығы осы жерде суды бірінші қайнатамыз және суытып барып, осы қайнатылған суды қосады екенбіз. Мен бұны арнайы мастерден үйрендім. Осындай полуфабрикат істейтін кісінің өзінен, повардың өзінен үйрендім. Сол кісінің кеңесі бойынша істедім. Және қамырымыз бізде қатты жұмсақ емес, өте қатты да емес, кішкене орташа болу қажет. Өйткені қатты болу маңызды емес, өйткені біз бұны құрамына жаңағыдай жұмыртқа қостық қой. Сондықтан орташа көлемде илей бересіздер. Осылай жақсылап июін қандырып бірден алдырып болғаннан кейін мен тағы да июі жақсы қану үшін 15 минуттен кейін тағы да қамырды иледім. Міне осы жерде пакетке салып демалдырып қоямыз. Енді осы аралықта ортасынан салатын жаңа салмасын дайындаймыз. Мен тек қана пияз бен тартылған етті пайдаланамын. Етті міндетті түрде өзім жаңағыдай мясорубкадан тартып аламын. Мен енді дүкендегі ондай еттерге онша қатты сене бермеймін. Ішіне неше түрлі май қосатын білмейміз ғой. Сондықтан етті өздеріңіз шығарып алғандарыңыз дұрыс. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз және осы кезде кәдімгі табиғи осыны паприка қосқан дұрыс екен. Өйткені ол қатты паприка дәм бермейді, бірақ та етке әдемі түс береді. Сондықтан да жаңағыдай килограммен сататын паприка болады ғой, қызыл. Сондай қосқандарыңыз жақсы. Ал қамыр өте жақсы жайылады, июі қанған қамыр және қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз. Кәдімгі манты тұшпара түйетін сияқты қылып істей бересіздер. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді менде осындай форма бар. Немесе кәдімгі 5 литрлік баклашка бар ғой, соның қақпағын пайдалансаңыздар болады. Осындай дөңгелек форма шығарғыларыңыз келсе, немесе кәдімгідей 4 бұрышты етіп кесе берсеңіздер болады. Енді ол өздеріңіздің жаңағыдай қалауларыңызға байланысты. Мен осындай дөңгелек етіп алдым, өзіме ұнайды. Түйіп отырған кезде де жаңағыдай телевизорға қарап, немесе ютубта неше түрлі нәрселер, подкасттарды қосып қойып, өзіммен өзім түйгенді жақсы көремін да. Міне сіздерге ақырын ғана көрсеттім. Бір түйу несін ортасына қатты көп салмаймыз. Екі шетін бүктеп, вареники сияқты және екі жағын бір-біріне түйіп қойғайсыздар. Өте әдемі шығады. Енді мантоварканың түбін жақсылап майлаймыз. Сөйтеміз де әдемі етіп жайғастырып шығып, қайнап тұрған жаңа суда, соның буына, ыстық буға 25 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Мен ойлайтын едім, бұл қатты болып қалатын шығар, немесе жаңағыдай құрғақ болып қалатын шығар деген сияқты бұрындар енді сөйтіп ойлайтын екен, аса көп істемегеннен кейін. Баяғыда мамамыз істеп беретін, суға пісіріп алатын да мамамыз, сөйтіп судан сүзіп алатын. Солай құрғақ күйінде жейтінбіз. Ол сочный судан шыққаннан сөйтетін. Енді бұл жолы бұған подливай жасасаңыздар болады. Пияздан майлы етіп, немесе мен жағдайымда мен кәдімгідей қолдың сармайын алып еріттім, сол ерітілген сармайды құйдым. Енді бұл өзім ойлағаным емес, менің жолдасымның бір жаңағыдай клиенті айтыпты, осында мен тұшпараны мантоваркаде істеймін, мантоваркаден шығарып алғаннан кейін оған сармайды құйып араластырып солай жейміз. Күшті әдем болады дегенге осылай жасадық. Шынымен де дәмді болады екен, шынымен де бізге осылай ұнады. Ана сорпамен ішкен кезде оны кейде суыту керек, балдар төгеді, ыстық дейді. Мына былай осылай жеп көрсеңіздер өте ыңғайлы болады екен. Балалар да тез жейді. Енді бұл қою тағам болып есептелінеді. Егер де сіздер сорпа қаласаңыздар, мантоварканың түбіне сорпаны қайнатып жіберіп, соған 1-2 сүйек салып пісіріп жіберсеңіздер де болады. Міне осындай бүгінгі біздің рецептіміз. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий, подписаться етіңіздер. Міндетті түрде келесі жолы одан да жақсы рецепттермен бөлісуге тырысамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз асыл болсын, отбасыларыңызға амандық, саулық тілеймін. Келесі видеода кездескенше сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.